Біздің Алла тағаламен мәмілеміз іштей де сырттай да бірдей болу керек. Сол кезде Алла тағала да біздерге жақсы мәміледе болады. Я біз негізі мұсылманбыз, алайда біз Алла тағаламен қандай мәміле жасасақ, ол да тура сондай мәміле жасайды. Дәл біздің мәмілеміз сияқты. Сыртымыз бүтін, ішіміз түтін болғандықтан, яғни көбінесе сондай болғандықтан, қазір мұсылмандардың жағдайы төмен. Алайда біз Алла тағаламен байланысымызды жақсылап тексеріп, мына жүрегімізге назар салып, бүкіл жамандықтан тазаласақ, сол кезде Алла субханаху ва тағала да бізбен жақсы мәміле жасағанын көреміз. Сіздерге бір оқиға айтып берейін. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде орыстар мен түріктердің қақтығысынан алдын, және әлгі қалай еді, большевиктердің революциясынан алдын, Ирактық шейх Мухаммад ар-Рауи деген тақуа адам болған. Дүниежүзілік соғысқа қатысқысы келіп, истихара намазын оқиды. Сөйтіп, Алла елшісі көрсеткендей истихара намазын оқиды. Дұға етіп, Алла тағалаға көп мінәжат етеді. Сөйтіп, күндердің бір күнінде Алла елшісін түсінде көреді. Қараса, мұсылмандар бір тарапта, дұшпандар басқа тарапта, екі жақ бір-бірін бақылап тұрады. Яғни, екі жақта шайқас уақытын күтіп тұрады. Алла елшісі болса әскердің ортасында тұрады. Мына жаққа да қосылмайды, мына жаққа да қосылмайды. Ибрахим ар-Рауи көре сала Алла елшісін танып, дереу сәлем беріп, қолын сүйіп, «Уа Алла елшісі, мыналар сенің үмметің ғой» дейді. Сол кезде Алла елшісі былай деген екен: «Мен келіп қосылып көмектесейін десем, мыналарға қарасам да, мына жаққа қарасам да ешқайсысын танымадым» деген екен. Біздің жағдайымыздың қиын екендігін осы оқиғадан ақ көруге болады.